Қышқылдар, негіздер, тұздардың қасиеттері. Қышқылдық оксидтің сумен әрекеттесуі. Бізге қажет болатын реактивтер мен аспаптар. Ол бізде қызыл фосфор, дистилденген су, шыны қақпақша және де шыны стакан, сонымен қатар шыны таяқша қажет болады. Енді тәжірибемізді бастайық. Бізге қажет болады фосфор металы, фосфорды алдық. Енді оны жағамыз. Бұл жерде бізде фосфордың бисвалентті оксиді түзілді. Ақ түтін пайда болды. Енді біз оны шыны стаканда жинаймыз. Бізде фосфор бисвалентті оксиді түзілді. Оған дистилденген суды құямыз. Дистилденген суды құйдық. Енді біз қышқылдың түзілгенін лакмус қағазы арқылы анықтаймыз. Яғни бізде лакмус қағазы қызарды, қышқылдың түзілгенін білдіреді. Тұздың қышқылмен әрекеттесуі. Қажетті аспаптар мен реактивтер. Натрий ацетаты, күкірт қышқылы және де сынауықтар қажет болады. Алдымен сынауықты аламыз, оған натрий ацетатын саламыз. Оның үстіне күкірт қышқылын құямыз. Иісін қараймыз. Ешқандай иіс сезілмеді. Енді біз қыздырамыз ерітіндімізді. Тұзымыз еріп бастады. Тұзымыз толықтай еріп болды. Ерітіндіміздің иісін байқаймыз. Өткір иіс сезіледі. Яғни бізде түзілген зат сірке қышқылы болып табылады. Негіздерді алу, оның ішінде ерімейтін негіздерді алу. Олай болса, бізге қажетті реактивтер мен аспаптармен танысайық. Мыс сульфаты, темір хлориді, алюминий хлориді, сонымен қатар мырыш сульфаты және де натрий гидроксиді қажет болады. Сынауықты алып, оған мыс сульфатын құямыз. Оның үстіне натрий гидроксидін қосамыз. Бізде көк түсті тұнба түзілді. Келесі сынауығымызды алып, оған темір хлоридін құямыз. Және де оның үстіне натрий гидроксидін қосамыз. Бізде қоңыр түсті тұнба түзілді. Келесі сынауыққа біз алюминий хлоридін аламыз. Және де оған да натрий гидроксидін қосамыз. Бізде ақ түсті тұнба түзілді. Келесі соңғы бізде мырыш сульфаты.
Оның үстіне де натрий гидроксидін қосамыз. Және де ақ түсті тұнбаның пайда болғанын байқаймыз. Реакция нәтижесі бойынша бізде ерімейтін негіздер алынды. Бізде көк түсті мыс гидроксиді, қоңыр түсті темір гидроксиді, одан кейін ақ түсті алюминий гидроксиді және де мырыш гидроксиді болып табылады. Еритін негіздерді алу. Бізге қажет болатын аспаптар мен реактивтермен танысайық. Ол бізде кальций оксиді, дистелденген су, фенофталин және де кальций хлориді, сонымен қатар натрий гидроксиді. Сынауқты аламыз, оған кальций оксидін саламыз. Сынауқты алып, оған кальций оксидін саламыз. Және де оның үстіне дистелденген суды құямыз. Дистелденген суымызды құйдық. Енді біз негіздік оксидтің түзілгенін байқау үшін фенофталинді қолданамыз. 1-2 тамшы фенофталин тамызамыз. Яғни бізде қызғылт түс түзілді. Бұл бізде сілтілік ортаның пайда болғанын білдіреді. Екінші сынауыққа кальций хлоридін құямыз. Оның үстіне натрий гидроксидін қосамыз. Бұл сынауыққа да 1-2 тамшы фенофталин тамызамыз. Яғни біз екі сынауықта да сілтілік ортаның түзілгенін байқаймыз. Бізде түзілген ерітінді кальций гидроксиді. Келесі жұмыс бізде тұздарды алу. Қажетті аспаптар мен реактивтер бізге қажетті мырыш металы және де күкірт қышқылы. Сынауықты аламыз, оған мырыш металын саламыз. Үстінен күкірт қышқылын құямыз. Реакция барысында газ көпіршіктерінің пайда болғанын байқаймыз. Бұл бізде сутек газы. Яғни реакция барысында бізде мырыш сульфаты және сутек газы бөлінеді. Келесі тәжірибе бізде қышқыл тұз алу. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Бізде кип аппараты және де барий суы қажет болады. Сынауыққа барий гидроксидін құямыз. Және де оған кип аппараты арқылы көмір қышқыл газын жібереміз. Тұнбаның жойылып бара жатырғанын байқаймыз. Егерде біз SO2 газын артық мөлшерде жіберетін болсақ, бізде барий гидрокарбонаты түзіледі. Келесі тәжірибеміз негіздік тұздарды алу. Бізге қажетті аспаптар және реактивтер қорғасын ацетаты және де қорғасын оксиді қажет болады. Сынауыққа қорғасын оксидін саламыз. Және де оның үстіне қорғасын ацетатын құямыз. Қорғасын оксидін құйдық. Енді қыздырамыз. Қыздырамыз. Бізде
қорғасынның гидроксоацетаты түзілді. Нәтижесінде біз негіздік тұздарды алдық.